Бұл осыдан 3 күн алдын салынатын видео болған. Бізде дайындық, таңғы 5-те тұрып үйдің барлығын жинастырып алдым. Үйдегілерге шай тамағын беріп алдым. Соңынан өзімнің сүйікті офисімді ақтауға кірістім. Үйдегілер ақтамай-ақ қоя сал, үлгермейсің деді. 1,5 сағаттың ішінде барлығын ақтап тап-таза қылып ештеңе болмағандай қылып қоям деп өзім сразу кірісіп кеттім. Ровно 1,5 сағаттың ішінде барлық жерді ақтап тап-таза қылып жасап қойдым. Ішіндегі заттардың барлығын орындарына қойып тастап реттеп қойдым. Менің қасыма інім келіп кәдімгідей маған көмек болды. Інім көмектесіп бір шетінен шығысты. Менің 2 қызым өте кішкентай, соның өзінде барлық жұмысқа көмектеседі. Көп оқырмандарым қыздарыңды көп жұмсайсың, олай жұмсай беруге болмайды ғой деп айтады. Қазірдің өзінде жұмысқа бейім болып өсетін болса, ертең қолына ештеңе келмейді деп отырмайды. Қазір көп қыздарды байқаймын, 20 жастың өзінде көп қыздар кәдімгідей мен жұмыс жасай алмаймын, ананы істемеймін, мынаны істемеймін дейтіндерді өте көп байқаймын. Олай қыздар мүлдем болмайды. Қыз үйдің жұмысына пысық болу керек. Ары-бері жұмсап, соған үйрету керек. Сіздің ойыңыз қандай? Жастықтың тыстарында жуып, арасында осылай өзім кофе ішіп алдым.